Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhiddin Arabiy. Shaytanning odamni aldov arbov amaldari. Қазақ тіліне аударған Бауыржан Аманкелдіұлы Саипов. Шымкент шаһары. Жібек жолы баспасы 2000 жыл. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шайтанның алдау жолдары. Әлемдердің Раббы болған Аллаға шүкіршілік етеміз. Құрмет және сәлем нақ пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассаламға. Одан кейін оның таза болған жанұясына және сахабаларының барлығына. Ибн Аббастан радиаллаху анхудан тура болғандай Мағаз ибн Жебел айтқан екен. Бір күні пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассаламмен бірге едік. Ансарлардың бірінің үйінде жиналғанбыз. Әңгімеге кірісіп кеткенбіз. Сол кезде сырттан бір дауыс естідік. Үй иесі және үйдегілер, маған үйге кіру үшін рұқсат бересіздер ме? Менің сіздерден жалғыз тілегім бар, және ортаға салатын бір ісім бар. Осы кезде отырған барлығымыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның жүзіне қарады. Бұл жерде және әрдайым ең үлкеніміз сол еді. Рұқсатты да сол беретін. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның бұл оқиғадан хабары барды. Бұл сөйлеп жатқан кім, білесіздер ме деді. Біз барлығымыз бірден былай дедік. Ең жақсы білетін Алла және оның пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам. Бұның үстіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ол лағнетті ібліс шайтан, Алланың лағнеті оның үстінде болсын, деп бұйырды. Сол арада Хазіреті Омар, ей Алланың елшісі, маған рұқсат беріңіз, оны өлтірейін деді. Пайғамбарымыз бұл рұқсатты бермеді де, былай бұйырды. Тоқта, ай Омар, білмейсің сен. Оған Алла Тағала тарапынан белгілі бір уақытқа дейін мерзім берілген. Өлтіремін дегенді қой. Содан кейін былай бұйырды. Есікті ашыңдар оған, кірсін. Ол бұл жаққа келу үшін әмір алған. Айтқандарын түсінуге тырысыңыздар. Сіздер жақсылап тыңдап алыңыздар. Равиден оған есікті ашты. Ол ішке кірді де бізге көрінді. Бірден оған қарадық. Түрі мынадай бір шал. Шашы тақыр, көзі қыли, әрі көсе. Иегінде 6 әлде 7 қыл салбырап тұр. Аттың қылы секілді. Көздері жоғары жаққа ашылған. Басы үлкен, пілдің басына ұқсайды. Еріндері бегемоттың еріндей. Ол былай деп сәлем берді. Сәлем саған, ей Мұхаммед. Сәлем сіздерге, я мұсылман жамағат. Оның бұл сәлеміне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп жауап қайтарды. Сәлем Алланыкі, ей лағнет. Содан соң оған былай деді. Бір жұмыспен келгеніңді естідім. Не жұмыс ол? Шайтан былай түсіндірді. Мен бұл жерге өз ризалығымсыз, ықтиярымнан тыс келуге мәжбүр болдым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп сұрады. Не себеп сені мәжбүр еткен? Шайтан былай деп жауап берді. Құрмет иесі Раббының жанынан маған бір періште келді де былай деді. Алла Тағала саған әмір берді. Мұхаммедке барасың, бірақ жаман сорлы бір күйде. Оған барасың және адам балаларын қалай алдап арбайтыныңды түсіндіресің. Оларды қалай адал жолдан тайдыратыныңды бір-бірлеп баяндайсың. Одан кейін сенен не сұраса да шындығыңды жасырмайсың. Алла Тағала тағы да бұйырыпты. Сөзіңе бір өтірік қоссаң, шындығыңды айтпасаң, сені құл қыламын. Жел соғады. Дұшпандарыңның алдында сені ойыншық етемін депті. Міне осылай, ей Мұхаммед, осы әмір бойынша саған келдім. Маған қоятын сұрақтарыңды сұра. Егер дұрыс жауап бермесем, дұшпандарым менімен ойнайды. Сол себепті мен үшін дұшпандарымның ойынынан үлкен қиянат жоқ маған. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай бұйырды. Ендеше сөздерің шынымен рас болса, онда маған мыналарды айтып бер. Халық арасында ең жек көретін адамың кім? Сенсің,
Ey Muhammed, Алланың жаратқандарының арасында сенен жек көрінішті адамым жоқ. Кім сен сияқты бола алады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрады. Менен басқа кімдерге өте қарсысың және барынша жақтырмайсың? Шайтан айтты. Өзінің барлық нәрсесінен Алла жолына ұсынған бір жас адамды. Бұдан кейін сұрақ жауап төмендегідей болып жалғасты. Пайғамбарымыз сұрақ қойды. Шайтан жауап берді. Содан кейін кімді жек көресің? Өзі сабырлы бола алатын, білмейтін нәрселерден сақ жүретін ғалымды. Тазалық үшін жуған жерін 3 рет қайталап жуған адамды. Әрі қарай айта бер. Сабырлы бір кедей адамды. Өзіне қажетті заттар туралы ешкімге айтпайды. Өзінің халі туралы ешкімге мұң шақпайды. Мақұл, ол кедейдің сабырлы екенін қайдан білесің? Ей Мұхаммед, қажеттерін өзі сияқты біреуге айтпайды. Кім өз зәрулігі туралы өзі сияқты біреуге 3 күн бойы немесе күн сайын зарлайтын болса, Алла оны сабырлы адамдардан санамайды. Сабырлы адамдардың ісі бұған ұқсамайды. Оның сабырлылығын, өз халін ешкімге шағынбасынан түсінемін. Содан кейін кім? Шүкірлік еткен бай адамды. Мақұл, ол бай адамның шүкірлік ететінін қалай білесің? Оған анықтап қарасаң, алғанын адал жолымен табады, өз жөнімен жұмсайды. Ол шүкірлік ететін бай адам ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жолы тақырыпты ауыстырып, оған басқа бір сұрақ қойды. Мақұл, менің үмметім намазға тұрғанда халің не болады? Ей Мұхаммед, менің ыстығым көтеріліп дірілеймін. Неге мұндай боласың, ей лағнет жауғыр? Егер бір құл Алла үшін сәжде етсе, ыстығым бір дәрежеде көтеріледі. Мақұл, олар ораза тұтып, ауыз бекіткенде қандай боласың? Бұл кезде олар ауыз ашқанға дейін мен байланамын. Мақұл, ол қажылыққа барған кезде қандай хал кешесің? Ол кезде жынды болып кетемін. Мақұл, ол Құран оқыған кезде не боласың? Ал ол кезде еримін. Тура отта еріген қорғазын секілді еримін. Мақұл, ол садақа берген кезде қандай боласың? Ол кездегі халім өте мүшкіл. Садақа берген адам қолына араны алып, мені 2-ге бөлген сияқты. Пайғамбарымыз себебін сұрады. Неге арамен 2-ге бөлген сияқты боласың, ей лағнет? Бұл жерде лағнеті, бұны да айтып берейін деп түсіндіре бастады. Неге десең, садақада 4 жақсылық бар. Олар мыналар. Біріншісі, Алла тағала садақа бергеннің малына берекет артады. Екінші, Алла тағала садақа бергенді халқына сүйікті етеді. Үшінші, Алла тағала оның берген садақасынан дозақ арасында бір перде жасайды. Төртінші, Алла тағала ол бәндені бәледен, қиындықтан және тағы басқалардан сақтайды, және оларды жоқ қылады. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалары жайлы біраз сұрақтар қойды. Әбу Бәкір жайлы не дейсің? Иблис бұған мынадай жауап берді. Ол маған ислам діні келмей тұрғанда да бағынбайтын еді. Ислам дініне кірген соң қалай бағынсын? Мақұл, Омар ибн Хаттаб туралы не дейсің? Иблис бұған мынадай жауап берді. Аллаға ант беремін, оны көрген жерден қашамын. Мақұл, Осман ибн Аффан үшін не дейсің? Одан ұяламын. Рахманның періштелері қалай ұялса, дәл солай және одан қатты ұяламын. Мақұл, Әлі ибн Әбу Тәліп туралы не дейсің? Иблис бұған мынадай жауап берді. Оның қолынан бір құтылсам деймін. Ол өз жайымен қалса, мен де өз жолыммен қалсам. Ол мені жіберсе, мен де оны жіберсем екен. Мен оны жіберемін, бірақ ол мені жібермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоғарыдағы сұрақтарды сұраған соң, шайтанның берген жауаптары да жартылай біткен соң былай деді. Үмметіме жеңілдік берген, сені сонау белгілі бір уақытқа дейін қалдырған Аллаға шүкіршілік болсын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөздерін естіген шайтан былай деді. Жазық үмметіңнің жеңілдігі қай жерде? Мен белгілі уақытқа дейін тірі жүргенінде сен үмметің үшін қалай қиналмайсың, уайымдамайсың. Мен олардың қан тамырына кіремін, еттеріне араласамын. Бірақ олар менің бұл халімді білмейді, көздерімен көре алмайды. Мені жаратқан және ақырет күніне дейін уақыт берген Аллаға ант етемін. Олардың барлығын аздырамын. Білімсіздерінде, ғалымдарында, жазу білетіндерінде, білмейтіндерінде, күнәһарларында,
күнәсіздерін де, бұлардың ешбірі менен құтылмайды. Тек қана Алланың шексіз берілген тақуа, ықыласты құлдарын аздыра алмаймын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да сұрады. Ықыласы бар болған құлдар деп кімдерді танисың? Бұл сұраққа Иблис мынадай жауап берді. Білмейсің бе, ей Мұхаммед? Бір адам байлығын, ақшасын сүйсе, ол Алла үшін ықыласқа қожайын емес, біреу болғаны. Біреулерді байқайсың ғой, байлығын, ақшасын жақсы көрмейді. Мақтануды, өз-өзін көтеруді жек көреді. Білемін, ол ықылассыз қожайыны. Тезірек оны тастап қашамын. Бір пенде малын және ақшаны мақтануды өте ұнатады. Жүрегі дүние тілегіне байланып тұрады. Олар менің тілегімді істейтін және айтқандарымды тыңдайтындардың қатарынан. Білмейсіңдер ме? Дүниені сүю күнәлардың ең үлкені. Білмейсің бе, ей Мұхаммед, басшы болуды, яғни біреудің үстінен қарауды сүю күнәлардың бірі. Иблис түсіндіруді жалғастырды. Ей Мұхаммед, білмейсің бе? Менің 70 000 балам бар. Олардың әрқайсысын өз орындарына тағайындадым. Сонан соң ол әр баламмен бірге 70 000 шайтан бар. Олардың бір бөлігін ғалымдарға жібердім. Бір бөлігін жастарға жібердім. Бір бөлігін машайықтарға салдым. Бір бөлігін кемпірлерге бәле етіп жапсырдым. Жастарға келсек, арамызда ешбір түсініспеушілік жоқ. Олармен өте жақсы араласамыз. Балаларға келгенде оларда біздің балалар қалай ойнағысы келсе, солай ойнайды. Тағы бір бөлігін әбиттердің, әбит деген құдайға шын берілген құлшылық ететін адам. Басына бәле қылдым. Бұлар солардың жанына барады. Әр нәрсеге ұрындырады. Кісіні әрі-бері мазалап тентек қылады. Қалыпты жағдайынан айнып, әркімге мақтанып, ахуалын айта бастайды. Міне осылайша олардың ықыласын аламын. Олар бұдан соң ықылассыз құлшылық қылады. Бірақ бұл туралы өздері білмейді. Иблис одан кейін бір шіркеу қызметкері туралы және оны қалай алдағанын түсіндіре бастады. Білмейсің бе, ей Мұхаммед? Рахиб Барсиса тура 70 жыл бойы ықыласпен Аллаға құлшылық еткен. Осы құлшылықтың нәтижесінде Алла тарапынан оған дұға еткенде әр ауруға шипа тигізер қасиет берілген еді. Оның соңына түстім де еш айырылмадым. Ол зинақор зорлаушы болды. Сонан соң адам өлтірді. Ақырында діннен шықты. Алла тағала әзиз кітабында оған былай деген. Олар шайтанның мысалы сияқты. Адамдарға қарсы бол деп айтып, адам баласы қарсы болған кезде, шынында сенен бездім. Расында әлемдердің Раббы Алладан қорқамын деген еді. Адамдардың арасында ол кәпір болды. Иблис бұдан кейін кейбір жаман қылықтарға тоқталды. Олардың әрбірін қалай қолданатынын түсіндірді.